Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Азекен ғой арнасы. Бүгінгі видеода мен сіздерге алдыңғы видеодағы ойыннан 3 нөмірге түскен қарғыс атқан ойынның келесі бөлімін, яғни жалғасын айтатын боламын. Осы видеода сол ойынның 3 нөмірмен байланысын көретін боласыздар. Сонымен қатар тағы да ішіне шайтан кіріп кеткен өте қорқынышты 3 нөмірмен байланысқан ойынды осы видеоның соңғы жағында айтатын боламын. Видеоны тереп жібермей соңына дейін көріңіздер, себебі видеоның әр жерінде өте қызықты сәттер көп. Және видео басталмастан бұрын подписаться деген қызыл кнопканы басып, жанынан шыққан қоңыраушаны басып, осы видеоға лайк та басып қойыңыздар. Мынау бірінші частағы видеода жазылған ең керемет комментариялар. Егер де келесі видеода өзіңіздің шыққаныңызды қаласаңыз, осы видеоға да керемет комментарий жаза кетіңіз. Ал біз видеомызды бастаймыз. Алдыңғы бөлімде айтып өткенімдей, ойыншылар бір номерге звондап, кодты білді деп айтқан едім. Сол номер осы номер. Ол адам пайп деген адамның номері еді. Хабарласқан кезде қандай сөздер айтылғанын біз алдыңғы бөлімде көріп қойған едік. Егер де алдыңғы бөлімді көрмеген болсаңыз, арнама ұтып көріңіз. Одан кейін барып осы видеоға кіріңіз. Себебі түсінбей қалуыңыз мүмкін. Жақшаның ішіндегі шеңбері, яғни көздің белгісі кім? Бұл алдыңғы частағы Джон. Сол студияның тағы да бір ойыны табылған еді. Ол да сол ойынға, яғни 3 нөмірге байланысқан ойын. Бұл ойын ешқандай да арнайы ойын емес еді. Бұл ойын Джонның өмірін сипаттайтын, яғни сол ойын мен өмірдің арасындағы байланысқа баруға сізге бір дәлел келтіретін ойын еді. Ойында сіз Джо болып ойнайсыз және орманды жерде көпірмен бара жатқан кезде сіздің итіңіз суға құлап өледі. Бұл дегеніміз Джонның әйелі ғана емес, иті де өліп әруақ болған деген сөз. Осындай бірнеше анықтамалардан кейін ойыншылар 3 нөмірдегі сол орманды табады және сол орманға барып көруді шешеді. Ең алдымен картаның координаталарын анықтаған соң, Бельгиядағы орманға бір ойыншы барып көреді. Ол орман қатты үлкен емес, ешкім жүре қоймайтын орман еді. Сол орманға кіріп ұзақ уақыт іздегеннен кейін осындай қозғырығы бар аттракционды жерді табады және осындай ағаштардың ішінен ойындағы Джонның белгісі белгіленген сырты оралған осындай затты табады. Оның ішін ашқан кезде ішінде бір хат тұрады. Ол хатта былай деп жазылған: сен неге мені іздейсің және өзімді көк сентиментальды сездіресің? Сентименталь. Ортасында ойындағы көздің, яғни Джонның белгісі белгіленген, ал астындағы сандарды расшифровать еткен кезде аңшылыққа рахмет деген сөз. Орманнан табылған ол хаттың ішінде өте терең мағына жатыр. Ал енді жақсылап ойланып көрейік. Орманға сол хатты ойынның ішінен Джон шығып тастап кеткен бе, әлде сол босанып кеткен Джонның әйелі, яғни әруақ па? Мүмкін разработчиктер ойынды әдейіге солай өмірді байланыстырып квест жасады ма? Өз ойыңызды комментарияға жаза кетіңіз. Және осы ойынды шығарған разработчиктер ойын біткен жоқ, бұл енді басы деп айтқан еді. Яғни алда бізді әлі осы ойынға байланысқан 3 нөмірдегі квесттер күтіп тұр. Ал ойынның басында айтып өткен осы ойын туралы айтатын болсақ, бұл ойынды мен келесі видеода сіздерге шығаратын боламын. Ал егер сол видео дәл күні ертең шықсын десеңіздер, мына видеоға бүгін 100 лайк жинап тастайық. Және әлі де арнама тіркелмеген болсаңыз, подписаться деген қызыл кнопканы басып, қоңыраушаны басып қойсаңыз, видео шыққан кезде сізге сообщение болып баратын болады. Ал сіздермен бірге болған Азекен ғой арнасы. Келесі кездескенше сау болыңыздар, аман жүріңіздер.